Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облысының білім басқармасының Шет ауданының білім бөлімінің Батық жалпы білім беру мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қарасты Бақнұр шағын орталығының тәрбиешісі Әділбек Айдана Қайроллақызы. Ұйымдастырылған іс-әрекеттің тақырыбы бағдаршам жол сақшысы. Мақсаты балаларға жолда жүру ережелерін түсіндіру, бағдаршамның қызметімен таныстыру, жарық түстерін дұрыс ажыратып, қауіпсіздік дағдыларын қалыптастыру. Міндеті бағдаршамның үш түсін мағынасын меңгерту, қарапайым жол ережелерін есте сақтап, дұрыс қолдануға үйрету, түстерді ажырату дағдыларын қалыптастыру. Ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастыру кезеңінде балалармен ортаға шығып, шаттық шеңберін жасадық. Балалар тәрбиешімен бірге армысың алтын күн, армысың достарым, армысың туған жер, армысың жақсы адам деп бір-бірін құшақтап, бір-бірімен амандасты. Ұйымдастырылған оқу қызметінің негізгі бөлімінде балаларды жолда жүру ережесімен таныстыру мақсатында жасанды интеллект технологиясы қолданылды. Яғни балаларға бағдаршамды сөйлету арқылы бейне жазба жасалып, балалар сол бейне жазбаны көрді. Бейне жазбада бағдаршам балаларға жолда жүру ережесін түсіндірді. Оқу қызметі интерактивті форматқа ауыстырылып, балалар VR көзілдірігі арқылы жолда жүру ережесі туралы 3D бейнеролигін көрді. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, балалар VR көзілдірігі арқылы бейне жазба көрді. Яғни бұл тәсіл балаларды тек тыңдаушы емес, нақты жағдайға еніп, тәжірибелік түрде үйренуге жағдай жасайды. Балалар бұл жерде виртуалды көшелермен жүріп, өздерін шынайы өмірдегідей сезінді. Жолдың шынайы көрінісін қабылдауға мүмкіндік алды. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің соңғы бөлімі балалардың алған білімдерін бекіту мен бағдаршамның түстерін тәжірибелік түрде меңгеру мақсатында менің өзімнің авторлық педагогикалық идеям сиқырлы жіптер шеңбері әдісімен ұйымдастырылды. Бұл әдісте тәрбиеші шеңбердің ортасына бағдаршамның суретін қойып, балалар сол бағдаршамның түстерін жіптің бойына тізбектейді. Бұл әдісті ойын түрінде де өткізуге болады. Рефлексия. Бүлдіршіндерге смайликтер беру арқылы жүзеге асырылды. Балаларға түрлі смайликтер ұсынылды. Егер бүлдіршіндерге ұйымдастырылған іс-әрекетті ұнап, олар өте жақсы әсер алса, онда күліп тұрған смайликті, ал ұйымдастырылған іс-әрекетті көңілдерінен шықпаса, онда мұңайып тұрған смайликті таңдайды. Жасанды интеллект қазіргі заман талабы. Оны меңгеру педагогтың кәсіби құзыреттілігінің маңызды бөлігі. Назарларыңызға рахмет.